Сәлем достар, мен сіздерге бүгін өте әдемі және де трендтегі блог жасайтын боламын телефонға. Міне осындай болып шығады. Біз оны қалаған жерлерге кіргізсек болады. Телефонның чехолдың мына жеріндегі дыркасына кіргізуге болады. Мына жерге кіргізуге болады. Және де сізде iPhone болса, мына жердегі ашық жер болады. Сол жерге кіргізуге болады. Мен мынау блогты жасағанымды көргілеріңіз келсе, қалай жасағанымды мынау ссылкамен кіріп қарасаңыздар болады. Міне осындай және де бар қара ақ, өте әдемі. Мен бүгін осындай блог жасайтын боламын. Ол үшін маған әртүрлі түсті бисерлар, жемчугтар және де смайлик сияқты нәрселер. Енді бізге осындай жіп керек болады. Бірақ бұл өте непростой жіп, қалың, тартсақ жыртылмайды. Міне біз бұдан 50 сантиметр алатын боламыз. Енді мен 6 дана жемчугты салатын боламын. 6 дана жемчугты салдым. Енді оң жағына дәу осындай бусинаны салатын боламын. Сіздерге менің видеоларым ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де менің жаңадан шыққан видеоларымнан қалмас үшін подписаться етіп, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Сонда менің каналыма подписаться етіп, колокольчик бассаңыздар, сіздерге уведомление келеді, когда мен жаңадан каналыма видео салған кезде сіздерге уведомление келетін болады. Енді мен мынау жұлдызша тұрған жерге 2 дана көк бисер салатын боламын. Міне менде осындай болды. Енді менде осындай өте ерекше пішінді бисер бар. Бұны бисер деп айтпасақ та болады. Бұл бусина болуы да мүмкін. Кіргіземіз. Енді мына жерге тағы да 2 дана көк бисер салатын боламыз. Біз енді осындай болды. Мына жердегі дәу бусина тұрған жерге 8 дана көк мынандай бисерді салатын боламыз. Енді бізде осындай болды. Енді менде орташа пішінді ақ бусина бар. Сонда мен мына жеріне 4 ақ бусина саламын, жемчуг. Мына жеріне тағы 4 жемчуг салатын боламын. Менде осындай болып шықты. Енді мына жеріне осындай саламыз. Сосын екінші шетіне, екінші жағына осындай көк түсті смайлик салатын боламыз. Енді біз мынау шетіне 7 дана кішкентай жемчуг саламыз. А мына жерге 4 дана ақ жемчугтан салатын боламыз. Енді бізде осындай болып шыққаннан соң бір шетіне осындай жиекті саламыз. Бір шетіне осындай дәу бусина саламыз. Енді бізде осындай болды. Мына шетіне 8 дана көк бисер салатын боламыз. Ал жүрек жақтағы жерге 1 дана осындай кішкентай жемчуг салатын боламыз. Сосын осындай менде прозрачный бисер бар. Бусина десек те болады. Соны саламыз. Сосын осындай қайтып жемчуг саламыз. Енді бізде осындай болып шықты. Мына шетіне біз мына жерге салғандай прозрачный бисер саламыз. Сосын анау прозрачный тұрған жерге біз осындай ақты саламыз. Енді мен салдым. Мына жерге 5 дана бисер салдым көк. Сосын мынандай ақ бусинаны салдым. Енді екі шетіне, екі жіптің шетіне 6 данадан жемчуг салатын боламыз. Енді мен 6 жемчугтан салып болғаннан соң екі шетіне де бір дәу бусинадан саламын.
не. Енді бұны қосу үшін бізге осындай керек болады. Оның ішіне кіргізетін тесігі үлкен болу керек. Екі жіптің соңында кіру үшін. Міне бізде осындай болып шықты. Енді бұл шығып кетпес үшін екі рет осылай мен сияқты байлайтын боламыз. Былай бір рет істесем ол шығып кетеді. Енді мен екінші рет қайталайтын боламын. Енді бізде осындай болып шығады. Міне. Бітеуге болады телефонға, қолымызға. Енді мынау соңын бір узелок қып байлайтын боламыз. Тура мынандай қысып. Өйткені бұл да шығып кетуі мүмкін. Сосын сіздің телефоныңыз құлап қалуы мүмкін. Енді байлаймыз. Енді мен байладым. Бұл біздің байлағанымыз тартылып жіп скользкий болғаннан ол шығып кетуі мүмкін. Шықпас үшін біз оны осындай клеймен кішкене жабыстыратын боламыз. Сонда ол шықпайды. Жүрмем. Ол уже қатып қалды. Лед болған сияқты, мұз сияқты. Қараңыз. Мына жерге тиіп кетті. Соның өзінде лед болып қалды. Мына жерге тоже кішкене бір кигіземіз. Енді мен сіздерге оны чехолға қалай кию керек екенін көрсететін боламын. Қараңыздар. Міне мынау соң. Мына жерге кіргіземіз. Қалаған жеріңізге кіргізсеңіз болады. Осы кіргізілді. Енді соңына дейін тартамыз. Соны ұстаймыз да. Мынау бисер брелоктың бәрін соның ішіне кіргіземіз. Сонда біз осындай болып сосын тартамыз. Сонда бізде осындай чехолға брелок шықты. Жүрсеңіздер болады. Осылай. Сонда қолыңызға құлаққан кезде ол өсіп құлайды да. Есек тимейді. Осындай. Мен келесі видеода сіздерге осындай құрбақаны жасауды үйрететін боламын. Ол видеодан қалып қалмас үшін подписаться етіп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен қоштаспаймын. Сау болыңыздар.